шығып жатыр. Өмір сүреді, алма-кезек бірі-біріне үйретеді, немесе дәл сол қалай бар күйінде қабылдайды. Осылай қалыптасып жатыр, бірақ қазірден бастап қыз баласына сен мынаны айтқаның дұрыс, мынаны айтпағаның дұрыс деп тәрбиелеу, мен ойлаймын, ер азаматтың жұмысы емес. Мен қазір бұл жерде ер азаматты сыйламау керек, немесе басқа нәрсе айтып жатқан жоқпын. Сыйластық бірінші орында. Бірақ қыз баласы жеке тұлға, сізге сіңіп кетіп, жоқ болып кете алмайды. Оның үстіне ақыл тоқтатқан қыз баласы уайымдайды, ертең мен өзімді жоғалтып алмаймын ба деп. Және соны менің ойымша сіз ести білуіңіз керексіз. Жоқ, енді мынандай нәрсе айтсаң дұрыс болмай қалады. Мына мен қазір айқайласып қаласың, мына мен ренжісіп қалмай қойшы. Мына нәрсені айтпай ақ қойшы деп айтқаным сонда мен санасыздығым ба? Санасыздығыңыз емес. Бұл кісі бала емес. Бұл да жеке тұлға. Оның да пікірін, оның да қатесі бар, дұрысы бар пікірін сіз қабылдауыңыз керексіздер. Сіздер екі жарты емессіздер, екі бүтін адамсыздар. Бір-бірлеріңізге қосылады. Менің жанымдағы адам ортаға андай сүйкімсіз, андай не болып қалғанын мен де қаламаймын. Сол үшін мен мына нәрселерді айтпай ақ қой, мына нәрселерді айта бер, өтініш деген сияқты айтамын. Міне мына нәрсені айтпайсың деген әңгіме болмаған ешқашан. Өзі де отыр, рас айтын шығар. Өзің білесің, айтсаң айта бер деймін мен. Мына нәрсені айтпаған дұрысырақ деймін, болды. Мен жаңа негізі ойландым да жарнама кезінде, Нұржан қараш, біз сүйкімімізді жоғалтпау үшін мүмкін бізге үйленіп осы жерде отырмау керек шығар. Себебі қара, біз осы ортада отырамыз, мәселе шығады, біз ол нәрсені талқылаймыз. И сен айтып жатсың, біз сүйкімсіз боламыз деген сияқты. Мүмкін сонда бізге осы жерде отырмау керек шығар. Мен де оны саған бірнеше рет дәл осы тақырыптар біз үйленгеннен кейін шығатын болса, дәл осы болмашы нәрселер, одан сайын сүйкімсіз боламыз да біз. Вот, насип сол үшін болмаса кел, мына жерге кел, екеуміз қол ұстасайық, мына жерден шығып кетейік, болды, бұндай әңгімелерді қаламайтын болсаң кел. Істей аласың бұл нәрсені, екеуміз менімен қол ұстасып шығып кете аласың ба дәл қазір мына жерде? Шығып кете аласың ба, екеуміз кетейік, болды, бұндай әңгімелерді естігің келмесе. Жоқ, қара, қалай кетейік, если сен маған до сих пор менің жаныма бататын нәрселерді болмашы деп жатсың. Сонда сыртта бір нәрсе жоқ па, әлде де мен болмашы нәрсе деп айтамын, бұл эмоцияны үстінде қабылдамайсың бұл нәрселерді сендер. Сен именно сендер емес, сен ойласаң, мен саған нақты бір әңгіме айтайын. Маған сенсең, дәл осы жерде біз орнымызды мұқтаж жанға босатайық, екеуміз бір-бірімізді таптық қой. Сыртта да өмір сүре аламыз ғой. Жүр шығып кетейік. Келесің ба мына жерге? Шығып кете аласың ба менімен? Шығып кете аласың ба менімен? Міне үндемейді баласы. Бірақ Нұржан, ондай таңдауды сіз де осы уақытта қойып тұрсыз. Бірақ бұл қыздың айтқаны түсініп тұрсыз ғой. Үйленіп жобадан шығып кету. Яғни сіздің толық жауапкершілік алғаныңызда содан кейін барып жаңа өмірге аяқ басудай. Сыртта үйленіп те дәл осы жерде той жасап жатыр ғой жұрттар. Біз де сол сияқты істейік. Мына жерден шығып кетейік. Мына жерде біз отыратын болсақ, ана пікір айтылады, мына пікір айтылады, біз бәрібір ұрса береміз. Ұрса береміз. Одан да лучше сыртта ұрысып, сыртта көрсетпей, мына жерге тек бақытты жүзімізді әкеліп, осы жерде тойымызды жасап кетейік. Хорошо, онда біз екеуміз үйленейік, бірақ осы жерде той жасап кетейік. Жасаймыз ғой, келіп жасап кетеміз ғой. Онда кел шығайық кеттік. Дәл қазір ма? Мен маңыздымын ба, орындық маңызды ма? Я олай не хочу. Қазір біз сыртқа шығамыз, қайтадан ұрсасын. Мен олай не хочу, например. Бұл бір кезекті ұрыс деп түсінуге болатын сияқты, бірақ бұл мәселе бар болса, үйленгеннен кейін ол жоқ болып кетпейді ғой, қайда кетеді ол? Екеуіңіз сөйлесіп арада шешпесеңіздер, үйлену бұл бір шешім емес. Мен және де жоба сіздерге кедергі деп ойламаймын. Жоба себепші сіздерге. Сіздердің қосылуларыңызға себеп болған, сіздердің бақытты болып бір-бірлеріңізге жақсы көрулеріңізге себеп болған жоба неге сіздерді қазір бақытты болуларыңызға кедергі болып тұр? Бәлкім өздеріңізде бір нәрсе өзгерген шығар. Бәлкім екеуіңіз дәл сол бір түсісе алмай жатқан сәт шығар. Ол сіздер қазір сыртта болсаңыздар да осы мәселе туындауы мүмкін. Достарыңызбен отырсыздар, біреудің айтқан пікірі ұнамайды, екеуіңіз бір-біріңіздің көзінше, өзгелердің көзінше жақтауыңызға тура келді, басқа болды. Күнделікті өмірде болып жатқан ситуация дәл сол қайталануы мүмкін. Сен неге мені басқаның алдында жақтамадың деген әңгіме бәрібір де айтылатын еді. Балауыз ағам, жобаны бұл жерде ешқандай жоба кедергі болады бізге деп жатқан жоқпын. Жобаға рахмет шынында. Жоба арқылы мен Ақеркені тапты, Ақеркен мені тапты. Бұл жерде жаңа мынандай пікір болып қалды да, жобаның тарапынан. Тауға барып демалып қайт, неге сен апармайсың дейді. Менде мүмкіндік болмай жатыр. Күнде осы жердеміз. Сыртқа шығып ештеңе таба алмай жатырмыз. Екеуміз кетейік сыртқа жұмыс істейік. Болды, солай ақ барған жерге барайық, жетейік деп жатырмын, болды. Просто мына жерде қазір басқа тірліктермен айналысатын мүмкіндік жоқ, уақыт жоқ. Соны айтайын. Енді жоқ, ол шолпанның пікірі. Мен саған өзім жеке басым келіп айтпаған, мені апар, мынаны істе деген сияқты. Мен элементарно только сұрайтын нәрсем, мені тыңдашы, мені білші. Мен осындай, сен қалағандай қыз мүмкін бола алмайтын шығар, бірақ мен қалай бармын сондаймын, и өзгеріп келемін. бір әңгіме айтыла береді Ақерке, ол әңгіме айтыла береді. Қашан не алсаң да. Сонда қазір айтып жатқан сонда сен соны естіп жатқан жоқсың ба? Мен естіп жатырмын. Күнде айтылып жатыр ғой, бұл әңгіме естіп жатырмын. Бірақ енді тағы айтып жатсың. Басқа да кісілер көріп отыр да қазір камера алдында. Ақерке, қойшы өтініш сенен. Ақерке, сіз сол жерде отыра бересіз ба? Я болса қарым-қатынастарыңызды жалғастырсаңызшы. жоқ, көп жағдайда осы адам шынымен де мен айтамын ғой, біздің осындай келіспеушіліктеріміз болады сыртта да. Көп жағдайда осы кісі енді жаңағындай әзілге айналдырады да. И мен шынымен де күліп қоямын да, біз екеумізді ұмытып кетеміз сосын. Ол тағы да бір ашық күйде жан болмай шешілмей қала береді. Бірақ мен ойлаймын, біз шынымен де бір үлкен қадам жасау үшін ол нәрселерді игнорировать етпей, наоборот, ол мәселені шешу керек шығармыз дейді. Мен сәл ғана сол айтқаным осы. Мен сенен бір үлкен дау нәрсе сұрап жатқан жоқпын. Даже ата-ананың алдында, мысалға мен мына жерде мың жерде мінезім ужасный болсын, сен ол нәрсені шығармауға тырысу керексің. Сен наоборот мені провокацияға шақырасың, манипуляцияға шақырасың, менің осы эмоциямды шығарып аласың. Себебі сен сыртта мені тыңдамайсың, менің қалағанымды даже ойламайсың. Мен сенен тау сұраған жоқпын, мен саған келіп звондадым да айттым, менің осындай жанайқайым болып жатыр, маған ұлдар осылай келіп реклама кезінде де дікіндеді, неге сен ол нәрсені игнорировать етіп жатсың? Сонда мені осы жерде кім қорғайды? Былай жасайықшы, сіздерде менің түсінгенім бойынша қазір жай ғана ашу, ешкім қоштасқысы келіп отыр деп ойламаймын. Айтылып жатыр түсінікті, бірақ менің ойлайтыным бұл ситуацияда кейде ер азамат қыз баласына кейде бір айтайыншы объективті емес қарау керек шығар кейде. Оныкі дұрыс емес болса да жеке қалған кезде айтарыңызды айтып, бірақ бәрінің көзінше оныкі дұрыс деп айту керек шығар. Бәлкім Ақерке сізден осы мәрте дәл сол нәрсені күткен шығар. Бәлкім алдағы уақытта сізге оны айтпайтын да шығар, менікі дұрыс емес деп жүре беруі де мүмкін. Бірақ дәл осы ситуацияда сіздің бір сәл еркелетіп,
жақсы саған ауыр болған шығар деп басқа жігіттердің көзінше, егер де қыз баласымен ренжіс болып қалса, сіз егер қыз баласының көзінше түсірсеңіз, ол мүлдем басқаша болуы еді, бірақ жігіт пен қыздың арасындағы болып қалған ситуациядан кейін бәлкім сіз қорғай салуыңыз керек пе еді елдің көзінше. Дұрыс баласыға мен қашанда шындық деп шырылдаймын деп өзім махаббатымды сырып қойған сияқтымын да мен бұл жерде. Бірақ енді адамдар сөйлейтін кезде ойланып сөйлеу керек та, қайтып бір үшін маған тиіп қалады ғой бұның деген сияқты. Вообще сол тараптан айттым мен, білмеймін, түсінбей жатырмын әлде де сөйлесіңіздер. мен бүйтейінші баласыға рұқсат болса. Енді мен бүгін осы жерден қайта берейін. Мүмкіндік болса сіздерден рұқсат болса, мен өз-өзімен сөйлесейін, қазір қасына барсақ, тағы да айқайласып, тағы да ауыр сөздер айтып қоюымыз мүмкін. Сол үшін мен осы жерден Қазір осы жерде отырсам ренжісіп қаламыз. иә, бүгін бұл жобадан бүгінше кете тұрайын, бүгінше. Ертең ары қарай қайтып келемін. Өз-өзімен сөйлесіп кішкене. Біз енді сізді қинай алмаймыз, ұрысқандарыңызды да қаламаймыз, ойланыңыздар. Жақсы? Рұқсат болса, жақсы, рахмет. Шығарып салайық. Құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнама. Жарнамадан кейін эфирді жалғастырамыз.